Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар мен студенттер. Маңғыстау өнер колледжінің домбыра пәнінің мұғалімі Қоңырова М.Ж жолболдықызымын. Алдымдағы шәкіртім Қуанышұлы Дамир, 2-ші курс студенті. Бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы шығарманың ырғағы мен көркемдік бояуымен жұмыс. Қазіргі талдайтын күйіміз ақсақ кек күйі. Ақсақ кек күйінің авторы Құрманғазы. Осы автор туралы не айтар едің? Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы дүниеге келген. Ол қазақтың ұлы композиторы. Қазақтың аспапты музыка өнерінің классигі. Туып өскен жері Бөкей хандығы, қазіргі Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданында қарасты Жетел деген жер. Қандай күйлерін білесің? Құрманғазының Адай, Балбырауын, Сарыарқа. Өзің орындаған күйлерін білесің? Бозжолақ, Ақсақ киік, Қызылғайын серпер деген күйлер. Ал шәкірттерінен кімді білесің? Құрманғазының шәкірттері, 4 шәкірттері Дина Нұрпейісова мен Ерғали Ешан. Ал кімдерден дәріс алған, кімдермен замандас болды? Құрманғазы Сағырбайұлы Соқыр Ешанның алдын көріп, Дәулеткереймен замандас болған. Жақсы, ақсақ күйін көрейік. Басын шығарып өзіңе қаратып. Шығар үшін. Кезі үшін. Басы
шығардың мысалы. Мына жерде екі төмен. Көрейікші осы жерде нотаға қағазға қарамайшы. Өшірді. Еш жаңағы рэге отыр. Тоқташы, қайтайды мына жерде. Жоғарыға соқ, қайтайды өсіп алып кетіп отырсың. Жоқ, тоқтатамын. Келесі күйіміз Дина шешеміздің 16-шы жыл деген күйі. Дина әжеміз туралы не айтар едің? Дина әжеміз 1861 жылы дүниеге келген. Ол Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданында дүниеге келген. Ал күй туралы не айтасың 16-шы жыл туралы? 16-шы жыл күйі кезінде халықтың тұрмыс тіршілігі нашар болған. Оның үстіне үкімет оларға салық салған. Соның салдарынан халық 16-шы жылы көтеріліске шыққан. Сол себепті Дина шеше осы күйді шығарған. Осы жалпы қазақ тарихында осы 16-шы жылда шығарылған көп дүниелер бар, соның ішінде Дина шешеміз де осы күйді шығарған 16-шы жылға. Алған темптен сұққа. Енді қара. Сосын анық болсын, сосын фортепианоларыңға қатты темп алып жібердің бірден.
ба тепті? Шығар енді. Екінші сағадан бастап қайтадан ойнай қойшы. Ал не түсіндің, не жасауың керексің үйде? 16 жыл күйінде звуктарды, дыбыстарды өте жақсы басып, 16-лықтарды анық қылып ойнады. Сосын нюансқа көп мән беріп. Ал неден ақсақ кектен ше? Ақсақ кекте қағыс, екі төмен, екі жоғары қағыстан жадаспай, нюанстармен ойнауыз. Және соңын дұрыс бітіру.
соңын әдемілеп дұрыстап бітір. Жақсы, бүгінгі сабағың толық 4 жаттап келгенің үшін осыменен ашық сабағымызды қорытындылаймыз. Жақсы, сау болыңыздар.